қалай ChatGPT-ді қолдануды бастауға болады? Бірінші кезекте біз осы ChatGPT-дің өзінің сайтына өтуімізге болады. Оның мекенжайы дәл осындай. Так, немесе мобильді қосымшасын жүктеп алуымыз керек. Енді ойлаймын, көпшілігі телефонмен немесе әртүрлі планшетпен қолдануына болады. Міне, дәл осы екі қосымшаны біреуін жүктеп алуымыз керек. Яғни екі болғанда немесе iPhone-ға, немесе Android-қа. Google Play немесе App Store-да бар. Оған өткеннен кейін бізде осылай егер сайт арқылы болатын болса, қолдануымызға болады. Мысалға, міне, расскажи мне забавный факт. Сол кезде бізге осындай ақпарат береді. Ал енді бұған қалай тіркелуімізге болады? Кейбір енді бұрын бұған тіркелмей қолдануға болмайтын еді. Қазір тіркелмей-ақ қолдануға болады. Бұрын мысалы тіркелу міндетті болатын. Тіркелу дегенді басамыз мына жерде, немесе войти-ді басуымызға болады, егер алдына тіркелген болсаңыз. Мобильді қосымшада да дәл осындай кнопка бар. Продолжить Google-мен немесе Apple-мен аккаунтпен өтуімізге болады. Өзімізге тіркелу үшін мына жерге электронды поштамыз жазамыз, әрі қарай подтверждение жасасақ болады, немесе мен жай ғана Google арқылы өте салам. Мобильді қосымша мен компьютерный версиясының функциясы енді бірдей деуге болады. Интерфейсінде кішкене айырмашылық болуы мүмкін. Мысалға, мобильді қосымшада мына жақта менюде осындай бөлімдер бар, вебте де бар деген секілді. Мына жерде обзор GPT бар, әртүрлі чат-боттарды мына жерден біз көруімізге болады. Оған қатысты әрине жеке-жеке сондай видео қарастыру керек. Әзірге соны білсеңіз болады. Мына чат GPT дегенді басамыз. Осы жерге қажет заттарымызды біз сұрай береміз. Мысалға, кез келген бір ақпараттан осыны басқан кезде міне осындай ақпарат жаза бастайды. Тоқтатып тастауымызға болады осыны басу арқылы. Одан кейін мына новый чатты басып, новыйдан бастауымызға болады. Енді интерфейсі дәл осындай. Сізге енді 90% жағдайда керегі осы ChatGPT-дің осы интерфейсі. Көбіне мына строкамен, осындай полямен жұмыс істейсіз. Осы жерге қажет затты біз жазамыз. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай көптеген сондай орысша ақпараттар тұр. Енді сіз қай тілде бұны қолданасыз, өзіңіз білесіз. Қазақша қолдануға болады, орысша қолдануға болады, ағылшын, испан, араб тілдерінде де қолдануға болады. Дегенмен ескере кететін бір маңызды жайт бар. ChatGPT жалпы ағылшын тілінде жақсы жұмыс жасайды. Ең ағылшын тілі бұлардың негізгі базасы деуге болады. Басқа танымал емес тілдерді қолданатын болсаңыз, онда оның жұмысының сапасы төмендей береді. Бұрын мысалы қазақша өте нашар болса түсінбесе, қазір салыстырмалы түрде айтып бүйтіп түсінеді. Бірақ енді өзіммен қазақша дәл қазіргі уақытта нашар жұмыс істеуі мүмкін. Енді Қазақстанда көп адам орысша, то есть ағылшынша білмейді. Сондықтан орысша қолдансаңыз болады. Сіздің қандай сұрақтарыңыз бар, мына жерге соны орысша жазасыз. Немесе ағылшынша керек болатын болса, не істеуге болады? Ол үшін арнайы Google переводчик немесе DeepL деген осындай аударма жасайтын сервис бар. DeepL деген салыстырмалы түрде жақсы перевод жасайды. Осыны қолдануға болады. Мына жерге запросты орысша жазасыз, ағылшынша сізге береді. Одан кейін ағылшынша сізге мынау жауап береді, оны қалай түсінуге болады. Мысалға, мен ағылшынша бір сұрау жіберемін, мысалы қалай қосымша істеуге болады. Сізге осындай жауап береді. Бұл жерде сіз ештеңе түсінбеуіңіз мүмкін. Енді бұны егер телефонда әрине қиындау болуы мүмкін. Компьютерный версиясында мышканың оң жағын басамызда translate to русский деп тұрады. Немесе перевод на русский язык. Әртүрлі басқа да браузерлерде осыны белгілеу арқылы перевод жасауға болады. Әрине мына жерде Chrome'да оңай. Мысалға былай ласты translate to русский дегенді басамыз. Сол кезде міне перевод орысша шығады. Создание приложения включает несколько ключевых шагов от планирования до разработки и запуска. Әрі қарай міне осындай орысшасын оқып көрсеңіз болады. Орысша жазған кезде де тіпті ағылшыншаға қарағанда ответ кішкене нақтылау емес болуы мүмкін кейбір жағдайда. Дәл осылай. Сондықтан біліңіз, ағылшынша базовый деңгейде болса да үйреніп алыңыз. Себебі ағылшынша бұл жерде ақпарат көбірек мүмкіндік бар ағылшын тілі арқылы. Сонымен ChatGPT-ді дұрыс қолданудың басты секреттерінің бірі ол дұрыс промпт жазу. Промпт дегеніміз запрос. Мына жерде ChatGPT-ден нені сұраймыз, сол промпт деп аталады. Енді бұл сөзді есіңізде жаттап алыңыз, себебі бұл өте көп жерде қолданылады. Prompt engineering, тағы басқа деген секілді. Бұл жерге енді өзімізге қажет ақпаратты алу үшін қалай запрос жазу керек. Бұл жерге қойылатын дүние, жазылатын дүние более конкретный контекст болу керек. Мысалға, айталық,
как начать свой бизнес. Мен енді орысша жазамын, ағылшынша жазсаңыз тіпті жақсы. Немесе қазақша да жазып көрсеңіз болады. Как начать свой бизнес деген. Бұл енді былай қарап отырсаңыз жаман запрос емес, яғни жаман промпт емес. Дегенмен бұл кішкене бір конкретный емес. Мына жерде мысалға бізге де сондай жауап береді. Идеяны, одан кейін создай бизнес-план, регистрация, тағы басқа деген секілді. Ал енді біз бұны дұрыс промпт жазып көрейік тағы. Как начать свой бизнес? У меня, мысалға, менде ақша жоқ. У меня нет денег. И я живу в городке, который есть 50 тысяч населения. Я не люблю, но умею чинить, готовить и ремонтировать телефон. Енді бұл жерге мынаны жазбасаңыз да болады, немесе оның орнына басқа зат жазыңыз. Немесе менің мамандығым осындай, 10 жыл мұғалім болғам деген секілді. Солай жазасыз, сол кезде мына жерде қазір не шығатынын көріңіз. Чтобы начать бизнес без больших вложений, возможно, особенно если у вас есть навыки, которые вы уже можете использовать. Вот несколько идей, шагов, которые можно рассмотреть. Мастерская на дому. Объявление онлайн дейді. Еда на заказ. Мен мына жерде мысалға мен жақсы тамақ пісіре алам деп жаздым. Готовить, мына жерде жөндей аламын, тамақ пісіре алам, ремонтировать деген секілді. Немесе готовить емес, мынаның орнына мысалға айтсаңыз болады. Мен жақсы нан пісіре алам. Мобильный сервис. Продвижение через рекомендации. Мына жерде мысалға маған бірнеше идея берді. Әрі қарай не істесеңіз болады. Сізге осындай жауап береді, одан кейін. Окей. Әрі қарай жалғастырсаңыз, окей, я хочу заниматься с ремонтом телефона. Мына жерге қате жазсаңыз да бұл түсінеді. Что дальше делать? Осылай жазатын болсаңыз, енді әрі қарай енді осы контексттің негізінде мына жерге жазған запросыңыз мына жердегі жауаптармен байланысты. Бұл ChatGPT-дің жалпы бұл өте үлкен, жалпы чатбот осындай сервистердің өте үлкен плюсы. Әрі қарай не істе дейді? Сен, инструменттер ал. Саған мынадай инструменттер керек. Одан кейін технологияларды үйрен, запчас қайдан алуға болады, реклама жібер деген секілді. Міне мынандай саған ақпарат береді. Сосын бұл ChatGPT-дің артықшылығы, мысалы OLX деп тұр ғой мына жерде. Мен енді Қазақстаннан болатын болсам OLX дейді. Егер Ресей болатын болса Авито деу мүмкін. Америкадан болатын болсам соның орнына басқаша тағы да бір ақпараттар береді. Осыған қатысты міне осындай дүние бар. Енді бұны қолдануға болады, немесе новидан бастауыңызға болады. Дұрыс промпт жазу бұл. Немесе мынадай. Какие книги читать? Бұлай жазуға болады, бірақ бұл более конкретнее емес. Мысалға бұлай айтсаңыз болады. Я учитель информатики и с опытом 10 лет. Дальше продолжать свой карьеру. Что читать? Мына жерде енді мен енді бұған айттым. Қандай кітап оқу керек? Мен өзім информатика пәнінің мұғалімімін, 10 жылдық опытым бар. Әрі қарай енді карьерам даму үшін, немесе әрі қарай жалғастыру үшін не істеуім керек? Мына жерде маған соған қатысты кітаптар берді. The Pragmatic Programmer, Clean Code, одан кейін осындай деген секілді. Книги, которые связаны с педагогикой. Міне осы жерде
соған қатысты қосымша кітаптарды берді. Немесе былай жазсаңыз болады: книги на русском, как преподавать, чтобы студенты учились. Сондай кітап бар екен, мысалы Джон Хэтти. Одан кейін осындай ақпараттар береді. Мынаның орнына, мына жерде тек қана былай ғана жазу міндет емес. Бұның орнына тіпті 1А4, 2А4 немесе сондай запрос мысалға жазатын адамдар бар. Мысалға қандай кітап оқысам болады? Менің мысалға алдағы 10 жылдағы мақсатым осындай. Мысалға, одан кейін жеке өзім әрі қарай соны жалғастырғым келеді деген секілді. Мысалға, солай мен жазып көрсетейін. Какие книги читать? Так деп жаздым. Я учитель информатики. Дальше у меня есть мечта. Я хочу заниматься дальше бизнесом, который связан с репетиторством в этом деп жаздым. Одан кейін әрі қарай міне осындай бізге кітаптарды ұсынады. Думай богатей, от нуля к единице, бизнес с нуля, как сделал $1 миллион за 3 года. Ричард Брэнсонның кітаптарын ұсынады. Соған қатысты міне көріп отырғанымыздек әрі қарай жақсы алсаңыз болады. Немесе әрі қарай мына жауаптар ұнамайтын болса, басқаша тағы да жазсаңыз болады. Мысалға, книги для про немесе маркетинг база. Осыған қатысты жауап береді. Осындай ошибкалар шығуы мүмкін. Міне қараңыздар. Сол кезде повторно генерировать деген кнопканы басамыз. Міне сол кезде бізге осындай жауап береді. Бұл жауап мынаумен байланысты. Яғни ChatGPT бұл контексті түсінеді. Яғни жоғарыда не болды, соның астындағы жауаптарда сонымен байланысты. Бұл осы ChatGPT-дің бір артықшылықтарының бірі. Мысалға, мына жерде маркетингке қатысты кітаптар береді, бұл ChatGPT ойлайды, окей. Бұл жалпы учитель информатика әрі қарай енді өзі бизнеспен айналысқысы келеді, репетитор болғысы келеді. Ол сол бағытта мысалы ақша тапқысы келеді, демек оған скорее всего осы кітаптар келеді деген секілді. Кейбір адам мысалға мына жерге осындай маркетингке қатысты кітап сұрауы мүмкін, оның бағыты басқаша болса, оған басқаша кітаптар ұсынады. Қалай ChatGPT-ді қолдану арқылы белгілі бір адамдардан кеңес сұруға болады? Бұған қатысты өте бір сондай, бұл енді күшті болады, бұл былай жұмыс жасайды. Мысалға, сізде қандай да бір мәселе бар. Сол мәселеден қатысты біреуден мысалға сізде мынандай ой туы мүмкін. Жалпы осы сұраққа мынадай адамдар қалай жауап беретін еді деген секілді. ChatGPT арқылы осыны білуге болады. Бұл енді қалай жұмыс жасайды? Жалпы ChatGPT-дің базасында Сократтың көптеген ақпараттары, әртүрлі ученыйлардың ақпараттары, бизнесмендердің, маркетологтардың кітаптарының сол ақпараттары бар. Соның негізінде бұл примерно осы адам осы сұраққа осылай жауап беретін еді деген секілді вариантпен сізге де жауап бере алады. Ол қалай жұмыс жасайтынын мысалға қазір көрсетейін. Как выбрать профессию? Осындай мысалға сұрақ қояды, что совет немесе от Сократа. Осылай жаздым. Жалпы осындай сұрақ қоясыз, сол кезде жалпы осы сұраққа мына 3 адам қалай жауап беретін еді? Бұның орнына кез келген адам жазуға болады. Абсолютті кез келген адам. Сократ, Аристотель немесе Әл-Фараби. Бізде міне осыған қатысты 3 адамнан совет болды. Сократ айтады: знай самого себя, немесе Сократтың сөзі бар, познай себя деген. Аристотельдің айтқаны бар, өзіңнің жалпы неге қызығасың, соған ұмтыл, қысқасы, золотой серединаны сақта деп тұр ғой енді. Әл-Фараби айтады,
стремись к влагу и служению обществу. Осы жерде жалпы осындай. Что немесе әрі қарай жалғастыруға болады. Что говорит про это японский философия? Японский философияда мына жерде соған қатысты біраз советтер бар. Икигай деп тұр мына жерде, соған қатысты міне осындай сұрақтар қою арқылы білуге болады. Ваби саби деген бар, мен өзім буддизмге қатысты соған кейбір көзқарастары осы жерде міне қамтылған. Енді тағы бір кейсті қарастырайық. Айталық, бір бизнесмен болуы мүмкін. Бұлай жазамыз. У меня есть 7 бизнес. Как управлять? Как управлять? У меня полный хаос. Нужен советы от лучших топ-менеджеров мира. Сол кезде бұның енді базасында әртүрлі топ-менеджерлердің кітаптары бар. Соның негізінде сізге кеңес береді. Мысалға, маған мына жерде сол кеңесті кім беріп отырған туралы ақпарат жоқ. Сондықтан не істеуге болады? Мына жерге әрине сіз бірінші 7 бизнес емес жасаңыз болады. Бірінші бизнес осындай, екінші осындай. Жұмысшы саны осындай. Қандай мысалға орг структурасы? Плюс имя. Мына жерде міне совет от топ-менеджеров дедім, совет плюс имя. Мына жерде делегировано полномочий деп тұр. Осындай кеңес берілген. Бұл кеңесті беріп отырған Джефф Безос деген кісі, основатель Amazon. Фокус на клиентах. Ховард Шулс бар, бұл Starbucks-тың основателі, енді көп адам біледі. Ричард Брэнсон бар, міне Virgin Group деген компанияның основателі міне осындай совет береді. Міне осындай Масктен совет бар, және Сати Наделла бар, бұл Microsoft-тың атқарушы директоры. Бұлардың бәрі міне атқарушы директорлар немесе основательдер. Осындай совет. Міне осылай әртүрлі адамға қатысты совет тыңдауға болады. Өзіңіздің мәселеңізді немесе жағдайды түсіндіресіз, әрі қарай осы сұраққа мысалға Сократ, Аристотель, Черчилль, Ганди қалай жауап берер еді деп жазсаңыз, сізге сондай күшті советтер береді. Бұл әрине жалпы 100% солармен сәйкес келмеуі мүмкін. Бірақ енді бұл ChatGPT-дің базасында олардың айтқан ақпараттарының өте көп бөлігі бар, кітаптары бар деген секілді. Соның негізінде бұл жауап береді. ChatGPT-ді келесі қолданудың бір кейсі бұл белгілі бір дүние туралы ақпарат іздеу. Бұл енді сұрақ емес, белгілі бір дүние туралы мысалға айтып бер деген секілді. Расскажи, мысалға былай. Расскажи коротко про Османский империй. Егер біз осылай жазатын болсақ, сол Осман империясына қатысты қосымша осындай ақпарат шығарады. Енді осыған қатысты әрі қарай жалғастыруымызға болады. Мысалы, кто самый могущественный? Сол кезде осыған қатысты жалпы бұның базасында кім могущественный правитель болды, соны жазып береді. Мысалы, қазіргі жағдайда енді Сулейман Великолепный деген бар. Оған қатысты бізде мысалы сериал болған. Оған әрі қарай сұрасаң болады. Мысалы, Сулейман Великолепный деген жалпы Осман империясына нақты не істеді, немесе қай жерді жаулап алды, немесе оның ұрпағы қанша мысалға әйелі болды деген секілді, немесе сол әйеліне қатысты келген ақпарат берсе, ол кім жалпы қай жерден деген секілді, кейін онымен не болды деген сияқты сондай әрі қарай жалғастыра берсеңіз болады. Бұл осындай белгілі бір ақпаратты алу ChatGPT-дің базасынан. Бұл енді ақпараттар более точный болады. Енді бұл исторический данный, Википедияда қарағанда осы более простой. Енді бұл ақпарат алған кезде кейбір мысалға дүниелерді сіз түсінбеуіңіз мүмкін. Кейбір дүниелер мысалға түсініксіз болуы мүмкін. Сондықтан қарапайым сөздерді қолданып маған түсіндір деп айтсаңыз болады. Мысалға мына жерден расскажи про Сулейман коротко простыми словами.
сол кезде бізге қарапайым тілмен осылай міне бізге осыған қатысты ақпарат береді, қарапайым тілде осындай дегендей. Енді әрі қарай мысалға экономический немесе сондай финансовый әртүрлі терминдер болуы мүмкін, соны сұраймыз. Мысалға расскажи про де факто используя. Окей, осылай жаздым. Әрі қарай де факто деген не? Ана Википедияны ашатын болсаңыз, мысалға, немесе сол сияқты әртүрлі терминдерді Википедиядан қараған кезде капец қиын тілде жазып қояды ана жерде. Ал ChatGPT-ге жазсаңыз болады. Осындай не бар, жалпы бұл оған қатысты айтып берші, қарапайым тілмен, ешқандай мыжымай. На самом деле или фактически. Она используется, чтобы описать ситуацию, которая существует в реальности, хотя может и не быть официально признана или законодательно оформлена дейді. Например, осындай, но фактически в обязанности работника можно сказать, что этот человек работает в компании де-факто. Осыған қатысты міне түсіндіреді. Немесе былай айтсаңыз болады. Что такое война? Как нет это ребенка? Мысалға, соғыс деген не? Қалай осыны 4 жасар балаға түсіндіруге болады деп жаздым. 4 жасар балаға мысалға міне осындай қылып түсіндіруге болады деп тұрады. Немесе бұны былай айтсаң болады. Это мысалға сен айтып отқаның слишком сложно. Другой вариант. Осылай айтатын болса, әрі қарай тағы да басқа варианттарды ұсынады. ChatGPT-ді жаңа ақпаратты немесе кейбір дүние туралы ақпаратты алу үшін осылай қолдануға болады. Бұл қолданудың тағы бір кейсі. ChatGPT-дің негізгі баптауларымен танысайық. Ол үшін осыны басамыз және settings немесе настройка дегенді басуымыз керек. Бірінші бөлімде бізде шығатын мына жерде, мен қазір орысша қойып қояйын. Сол кезде міне бәрі орысша тұрады. Тема деп тұр, темный немесе системный. Система тұратын болса, егер сіздің телефоныңыз немесе компьютеріңіздің негізгі темасы черныйда тұратын болса, яғни ночной немесе темныйда тұратын болса, онда темный болады, светлый болса светлый, автомат түрде. Темный қоятын болсаңыз, барлық уақытта темный болады, светлый қоятын болсаңыз, барлық уақытта светлый болады. Енді бұл жерде негізгі керек бөлімдермен ғана айта кетейік. Язык деген бар, бұл сізге керек болуы мүмкін. Орысшаға қойсаңыз болады, немесе автоматически определит дегенге. Мен енді көбіне орысша немесе ағылшынша қоямын. Мына жерде қай тіл сізге керек, қай тілді қолданғыңыз келеді, соны қойсаңыз болады. Бұл енді системаның тілі. Мына жерге қалаған тіліңізде жаза берсеңіз болады. Архивированный чаты деген бар. Бұл жерге сіз архивтелген чаттар тұрады. Архивировать всені басатын болсаңыз, бүкіл чаттар архивке кетеді. Бұл қалай жұмыс жасайды? Менде мына жерде чаттардың историясы бар. Бұны мен уақытша емес, жойып жіберсем болады, немесе архивке жіберсем болады. Архивке жіберетін болсам, кейін бұны восстановить етсем болады. Чаттың историясын оқи алам. Енді соны жіберетін болсаңыз, мысалға мына жерде архивировать дегенді басып, ол архивке кетеді, мына жерден жоғалады. Әрі қарай мен осы жерде управлениені басамда жаңағы архивтерді көре алам. Соны жойып жіберсем болады, немесе қайтадан разархивировать етіп, мына жерге қойсам болады. Егер архивировать всені басатын болсаңыз, мына жерде бәрі міне архивке кетеді. Көріп отырғандарымыздай. Одан кейін міне управлениені басамыз, қайтадан қалпына келтірсек болады, сол кезде міне қайтадан мына жерде пайда болады. Егер жою дегенді басатын болсам, онда бүкіл чат жойылады мына жерде міне. Енді мына жерде сізде чатта өте көп ақпарат сақталған болса, 100-ден 50 немесе жеке-жеке жойып отыру өте проблемный болуы мүмкін. Сондықтан удалить все дегенді бассаңыз болады. Персонализация деген жер бар. Бұған қатысты біз жеке видеода айтатын боламыз. Бұл өте маңызды бөлім. ChatGPT-дің бір өте үлкен артықшылығының бірі. Әзірге бұл маңызды емес. Речь деген бар. Мына жерде қандай да бір ақпарат шығатын болса, соны аудио форматта біз тыңдай аламыз. Егер мынаны басатын болсақ, мен қазір мысалы мына орысша тексті құлағымда мысалы аудио түрінде келіп жатыр. Солай тыңдауға болады. Соның дыбыстары мына жерде, мынаның дауысы бар мысалға, соны қойып көрсеңіз болады. Осы дауыспен тыңдап, немесе
Дженнифер деген сияқты басқа да дауыстарды таңдайсыз. Сізге қайсы керек, мына жерден тыңдап көрсеңіз болады. Мен осыны қалдырамын. Өзіңіздің мына жерде керек бөлім сізге егер осы аккаунтыңыз қажет емес болатын болса, сіз бұны жойып жібере аласыз. Удалить учетный запись деп басып жоя аласыз. Одан кейін жоғарғы бөлімде улучшить модель для всех деп тұр. Егер сізді осыны қосатын болсаңыз, сіздің осы жерде қолданған ақпараттарыңыз әртүрлі чаттық историясы, ChatGPT OpenAI компаниясы соны әрі қарай модельді жетілдіру үшін қолданатын болады. Енді бұны қоспасаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Компоновщик деген бар, бұл енді бұны қолданатын адамдардың бір 99% адамға керек емес, сондықтан айтпасақ та болады. Бұл енді егер сіз өзіңіздің ChatGPT-іңізді жасайтын болсаңыз, бұл осы жерде профиль тұрады. Енді ол жерде мен кейбір данныйларын тұрғандықтан қазір мен бұны көрсете алмаймын. ChatGPT-ді өзіңіздің жеке чат-ботыңызды істейтін болсаңыз, осы бөлімге жаңағы GitHub немесе LinkedIn, Twitterді қосуға болады. Ол жағы өте түсінікті. Мына бөлім бар, подключение приложение, бұл енді сізге керек болады. Бұл қалай жұмыс жасайды? Бізде ChatGPT-ді қолданған кезде мына жерде prefetch файл деген бар. Google дисктен қою үшін сіздің Google аккаунтыңыз қосылған болу керек, немесе Microsoft-тан қоссаңыз болады. Әртүрлі Excel бәрін компьютерден жүктейтін болса, әрине керек емес. Соны қолдану үшін сізге міндетті түрде өзіңіздің аккаунтыңызды қосу керек. Ол үшін мына жерде подключить деген, менде мысалы Google аккаунт қосулы тұр. Сіз подключить дегенді басып, әрі қарай өзіңіздің аккаунтыңызға өтетін болсаңыз, автомат түрде қосылады. Бұл жағы енді өте қарапайым. Безопасность деген бар, многофакторный аутентификация деген, бұл аккаунтыңызды қорғау үшін керек. Мысалға, Google аутентификаторды қоссаңыз болады. Осыны қосу дегенді басатын болсам, менде әрі қарай Google аутентификатор деген сіз приложениені жүктеп аласыз. Бұны принципе егер ChatGPT-де қатты бір қорғаңыз келетін болса, осыны қоссаңыз болады. Соны сканерлегеннен кейін сізде арнайы кодты енгізіп қосылады одан кейін. Мен бұны жеке өзім қолданбаймын. Выйти из всех устройства. Сіз өзіңіздің ChatGPT аккаунтыңызға бір айталық танысыңыздың компьютермен кірдіңіз. Кейін одан шығып кетуді ұмытып кеттіңіз. Осы жерге барасыз да, мынаны выйти из всех тағанына басасыз, сол кезде сол аккаунттан да шығып кетеді. Оны компьютерді қайтадан алып, сұрап, одан кейін шығып кетіп керек емес. Келесі ChatGPT-ді қолдану кейсі, бұл ұмытып қалған дүниені еске түсіруге көмектеседі. Мысалға мынадай болады. Сен бір ойыңда бір фильм бар, ішінде қандай да бір персонаждар бар, көліктің түсі бар, маркасы бар. Жалпы сол қандай фильм деген секілді. Соны мысалға сен Google-ден бұрын мысалға сондай бір есіңде қалып қойған, бір жерден көріп қалған фильмдер бар, таба алмайсың. ChatGPT арқылы сондайды өте оңай табуға болады. Жалпы фильмге қатысты қандай ақпарат білесің, соның бәрін жазуға болады. Қандай актер ойнады, бір немесе ішінде қандай сценарий бар, соны. Мысалға, как называется фильм, который есть 3 главный персонаж. Один хороший стрелок. Это вестерн кино. Название. Нужен название. Көрейік, таба ала ма, таба алмай. Мен қазір бір киноны ойлап тұрмын. Он таба алмады. Мынаны іздеп кейін Google-ден көрсең болады. Егер ол болмаса, демек это американский кино. Один персонаж злой. Міне осылай жаздым. Сол кезде жаңа мен ойлаған фильмді мына жерде көрсетті. Яғни 3 адам ойнайды. Хороший, плохой, злой деген кино. Енді бұны 66 жылы түсірілген болса да, жалпы көп адам көрген. Клин Иствуд ойнайды, одан кейін Ливан Клифф, злой, Элли Уалейч деген секілді. Одан кейін бұл фильмге қатысты емес, жалпы кітап немесе бір адам болуы мүмкін. Кім еді жалпы андай сөз айтқан. Короче, былай жазайық. Короче, кто сказал слово «У меня есть мечта». У меня есть мечта. Это был один чернокожий
нужен чернокожий кожа. Енді негізі Мартин Лютер Кинг туралы көрейік, таба аламын екен. Я. Это был Мартин Лютер Кинг, младший известный активист, оратор, который произнес свою знаменитую речь. У меня есть мечта, I have a dream. Во время марша в Вашингтон в 1963 году. И, короче, было важным моментом в движении за гражданские права в США. Осыған қатысты. Как называется... Я, забыл имя книги. Про привычки. Это очень популярная книга. Желтая обложка. Там был слово атом. Я мысалы атомная привычка. Джеймс Клердің кітабы. Немесе былай жасаң, осындай привычкаға қатысты кітап бар, популярный книга, жалпы соған ұқсайтын бүкіл кітаптардың тізімін шығар деген секілді. 10-20-сын бәрін шығару мүмкін, сол кезде өзіңізге керегін тауып аласыз. Бұл да енді өте пайдалы кейс, міндетті түрде білу керек. ChatGPT-ді қолданудың тағы бір күшті кейсі, бұл белгілі бір тұлғаның белгілі бір дүние туралы айтқанын білу. Мысалға, сізде мынадай сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы кезінде Конфуций деген болды. Конфуций жалпы кезіндегі айталық ғұндар туралы не айтты деген секілді. Енді сен оны кітаптар арқылы іздеп қара, Google арқылы іздеп қара, бірақ ол капец ұзақ уақыт алады. Сен оны таба алмауың мүмкін. Ал мына ChatGPT-дің базасында оған қатысты ақпарат болатын болса, сразу шығарып береді. Мысалға, жазайық. Что говорил Конфуций? Әрине олар бір-біріне қатысы болмауы мүмкін, сонда жазып берейік. Конфуций про гуннов. Мына жерде мысалы жазады. Конфуций, қараңыздар, 1-2 секундтың ішінде. Конфуций жалпы ғұндарға қатысты ештеңе айтпаған, ол біздің эрамызға дейінгі жалпы осындай кезде өмір сүрген. Ал ол кезде осындай ақпарат, как кочевой народ, активный центральный Азия, осындай первом веке до нашей эры. Поэтому Конфуций и гунны не пересекались в своей истории. Короче, Конфуций шаман біраз уақыт бұрын одан өмір сүрген. Немесе былай жазса болады. Какой историк говорил или написал про гуннов? Бұл жерде енді белгілі бір адам емес, белгілі бір сондай тарихшы немесе елдің адамдары соны айтты деген секілді. Мына жерде ғұндар туралы жалпы Қытай историгі бар, Сыма Цзян, который написал Шичзи. Записки историка. Ол жерде мысалға осындай айтады. Әрі қарай сіз енді бұрынғы алгоритм бойынша қозғалсаңыз болады. Мысалға, мынау осы жерде жалпы конкретно ғұндар туралы не айтқан деген секілді. Солай жалғастыруға болады. Менде сосын мынадай дүние бар. Что говорил, мысалға жазып берейік. Цукерберг, более современный Цукерберг про Казахстан. Жалпы Цукерберг, енді Марк Цукерберг, бұл Фейсбуктың основателі, қазіргі мета компаниясы. Ол жалпы 2016 жылы Қазақстан туралы бірнеше осындай ақпарат айтқан. Основном ол технология мен интернеттің дамытуға қатысты сондай дүние айтқан. Жалпы Қазақстанның дамуы үшін интернет жалпы ключевой рөл атқарады. Әртүрлі жағдайлармен осы Қазақстан немесе соған қатысты дүние болмаған. В принципе, Цукерберг осы Қазақстан деген сөзді 2016 жылы упоминать еткен екен. Немесе былай айтса болады. Кто из голливудских говорил про Казахстан? Көрейік. Мысалы, маған да қызық, мен көрмегем.
Жалпы мына жерде осындай бір адам бар екен, Боратты ойнаған. Енді бұны Қазақстанда көп адам естіген шығар. Одан кейін Джонни Депп айтты. Прикинь, мен өзім бірінші рет көріп тұрмын. Бұл кісі интервью немесе публичный выступлениеде Қазақстан туралы, жалпы оның культурасы мен елдің мәдениеті, дәстүрі ұнайды деп айтыпты. Және Леонардо Ди Каприо бар. Бұл да осы өзінің экологичный жұмысы бар, соған қатысты Қазақстанды бір жолы айтып өткен. Жалпы енді қателеспесем, Леонардо Ди Каприо осы ыстық көлге ма келді, белгілі бір экологиялық жұмыстарымен байланысты, или Балқашқа ма, есімде жоқ. Жалпы соған қатысты айтқан екен. Осылай көріп отырғанымыздай, мынаны жалпы жеке-жеке іздеп отыру деген капец қиын. ChatGPT-де 2-ақ секундта мына жерде міне осылай шығарып береді. Кез келген дүниені жазсаңыз болады. Мысалға, Марко Поло жалпы енді саяхатшы ғой, сондай венециялық. Өзінің записінде жалпы қазақтар туралы айтты ма? Немесе местный Золотой Ордаға қатысты бірдеңе айтты ма деген секілді. Немесе ол Монғолияда болған, жалпы Монғолияда болған кезде ол не істеді ол жақта? Немесе ол моңғолша білді ма деген секілді мен сондай сұрақтар қойып көргім. Соған қатысты қосымша ақпарат айтады. Бұның миында миллион тонна кітаптар бар. Іздемей-ақ сразу мына жерге жаздың, 2-ақ секундта сен алдыңда тұр уже. Біз қазір ChatGPT-дің өте гениальный бір функциясымен танысатын боламыз. Бұл инструкция және память деп аталады. Ол үшін біз мына жерді басамыз, одан кейін настроить ChatGPT, немесе настройкаға барамыз, персонализацияға барамыз, пользовательский инструкция деп тұр. Бұны біз қосып қойымызға болады, немесе өшіруімізге болады. Міндетті түрде қосамыз. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл жерге біз әртүрлі деңгейде ChatGPT-ді настроить ете аламыз. Бұның қалай жұмыс жасайтынын мен қазір көрсетемін. Мысалға, мен қазір ChatGPT-ден бірдеңе сұраймын. Как открыть бизнес? И былайсы, как заработать? Міне осындай бізге жауап берді. Енді біз ChatGPT-ді мынау енді бізге келмеуі мүмкін кейбір темалар. Мысалға айталық, там осындай маған мынандай ұнамайды дегендей. ChatGPT-ге барамыз, біз бұны настроить ете аламыз. Мына 2 бөлім бар, 2 жолақ. Біріншісі, осы жерге біз ChatGPT жалпы біз туралы не білгені керек. Өзіміз туралы мына жерге ақпарат берсек болады. Одан кейін ChatGPT қандай принцип бойынша бізге жауап беру керек. Оны қазір түсінікті болу үшін практика жүзінде қолданайық. Мына жерге жазайын. Меня, мысалға, зовут Ертай. Орысша жазсаңыз болады, мен енді ағылшынша жазамын. Орысша кішкене түсініксіздеу болуы мүмкін. Жалпы ChatGPT-дің негізгі тілі бұл ағылшын тілі. Атыңызды жазсаңыз болады, жазбасаңыз болады. У меня и я живу . Енді бұл әрі қарай ChatGPT-ге қалай көмектеседі? Бұны мен сақтаймын. Одан кейін как заработать деп мысалға жазатын болсаңыз, именно Қазақстанның жағдайында актуальный темалар шығуы мүмкін. Немесе қазір біз налог деп жазамыз. Налог сколько? Қазір жазатын болсақ, мына жерде міне налогқа қатысты ақпарат берді. Назар аударатын болсақ, мына жерде Қазақстан деп тұр. Қазақстанға қатысты ғана налог деп жазатын болсақ, Қазақстан екенін бұл түсінеді. Неге? Себебі біз мына жерде мен айттым. Мен Қазақстанда тұрамын деп. Одан кейін я программист. Я программист деп жаздым. Одан кейін тағы да жазайық, как заработать. Мына жерде жаңаға бірінші жауаппен қарайтын болсақ, қосымша бізге келетін темаларды айтып тұр. Фриланс дейді, мысалға сен сфера программирования, дизайн немесе писательство деп мына жерге жазған. Себебі мен жаңа айттым ғой, программистпін деп. Сондықтан мына жерде кішкене жаңаға темаларды өзгерткен. Соған жаңаға мен жазғаным бойынша. Қосымша мына жерге тағы да жазсақ болады. Село деп жазам. Егер сіз қандай бизнес ашу керек дейтін болсаңыз, мына жерде ChatGPT сізге айтады. Егер сіз село, который есть, который 50 тысяч население. ChatGPT сізге айтуы мүмкін. Так, егер сен бизнес ашқың келетін болса, онда былай істесең болады. Енді сен программистсің ғой, онлайнға шығып жаңағыдай істесең болады, немесе
оффлайнда осындай бизнеспен айналыссаң болады. Енді 50.000 адам тұратын жалпы аймаққа осындай бизнестер жалпы актуалды деген секілді. Ал егер мынаны жазбайтын болсаң, ChatGPT сізге қатысты ештеңе білмейді. Нәтижесінде налог сұрасаң, общий орысша сұрайтын болсаң, Ресейдегі налог туралы айтып кетеді. Енді мен оны тексеріп көргем. Сол сияқты кішкене түсініксіздеу болады. Жалпы мына жерге өзіңіз туралы не айтқыңыз келеді, соның бәрін айтсаңыз болады. Мысалға мен осы 5 тіл білем деген секілді. Енді мен білмеймін, мысал ретінде. Мына жердегінің бәрі негізі мысал ретінде. 5 тіл білем, 15 жыл мұғалім болып жұмыс істегем, немесе осындай опытым бар, осы жерде оқығам деген секілді. Соның бәрін жазасыз. Кейін мына жерде сұрақ жауап қоятын, жаңағы сұрақ жазған кезде сол бойынша сізге жауап береді. Мысалы, қалай бизнес ашу керек деп айтатын болсаңыз, 15 жыл мұғалім болған адамға скорее всего, мына жерде скорее всего, мысалы, точно ол жерде жаңағыдай репетитор болсаң болады деген сияқты жауап кетеді. Бұл енді түсінікті деп ойлаймын. Бұны өшіріп қойсаңыз болады, қажет уақытша керек емес болатын болса, немесе қоссаңыз болады. Какой ответ вы хотели бы получить от ChatGPT? Енді бұл жерде жалпы ChatGPT қалай бізге жауап беру керек, соны жазсақ болады. Мысалға, бұны сақтайық, жазайын. Как выбрать жену? Мына жерде бізге осындай жауап береді. Ал енді настрой етеміз. Основа на исламские принципы, не нарушает традиционные ценности деп жаздым. Енді жауаптың қалай өзгеретінін көрейік. Как выбрать жену? Мына жерде көріп отырғанымызда уже религиозность деп тұр, характер, нравственные качества, совместимость. Одан кейін қысқасы соған қатысты мына жерде ақпараттар өзгерген. Мына жерде көріп отырғандарымызда кішкене өзгерістер бар. Егер басқа да мысалы бизнес туралы идея қарайтын болсаңыз, мынау случайно сізге андай бір әртүрлі ценностарды бұзатын сондай идеялар ұсынуы мүмкін. Егер былай жазатын болсаңыз, онда түсінеді, окей. Так, мынаған негізделген адаптация жасайды, осыған негіздеп Қазақстанда осындай. И соның ішінде мына принциптерді бұзбайды деген секілді. Енді мына жерге именно мынандай қылып жазу міндет емес. Қалай жазсаңыз да өзіңіз білесіз. Мысалға, менің кез келген жауап ағылшын тіліндегі максимум топ 2000 сөзді қолдану керек деген секілді солай жазсаңыз болады. Егер мысалға сіздің ағылшын тіліңіз нашар болатын болса, 1000 сөз деп жазсаңыз болады. Немесе соған максимум келтіруге тырысады бұл. Бұл енді өте гениальный функция негізінде. Енді ChatGPT-дің келесі бір функциясы бұл осыған ұқсайды. Бұл память деп аталады. Памятьті қосамыз. Бұл да енді инструкцияға ұқсайды. Память пен инструкцияның айырмашылығы, инструкцияда более подробно мыналарды жазуға болады. Памятьті қысқа ғана ақпарат. Мысалға, мына жерде жазып қойған: Я завел щенка. Помните, что я люблю короткие ответы? Осындай ақпараттар. Бұны қалай қолдана бастауға болады. Мына жерге мысалға жазамыз: Запоминай. Я учитель. Мына жерде память обновлена деген ақпарат шығады. Және мына жерде ертай учитель деп жазған. Енді мен учитель емес, мысал ретінде. Кейін біз қандайда бір сұрақ қойған кезде ChatGPT-ге ол осы жердегі ақпараттарды ескеретін болады. Мына жерде көріп отырғанымызда қаласаңыз жойып жіберсеңіз болады. Өте көп затты жаза берсеңіз болады. Мысалға, запоминай. Мысалға, я учитель. Осылай жаздым, және бұлда мына жерде мен мысалы қате жазып кеткен өзінде міне учитель не любит коротких контент деген секілді. Сондай памятьке не сақтағыңыз келеді, соның бәрін сақтасаңыз болады. Бұл да кейін мына ChatGPT жауап берген кезде соған әсер ететін болады. Қажет емес болатын болса, егер памятьте дым көп ақпарат сақталған болса, оны өшіріп тастасаңыз болады. Керек емес болса, уақытша немесе очистить память дегенді бассаңыз, онда памятьте не бар, соның бәрі кетеді. Мына жерде міне управлениені басатын болсаңыз, соның бәрі мына жерде спискте шығып тұрады. Соны тазалауға болады.